Алматы қаласы Жетісу ауданында әлеуметтік аз қамтылған отбасы балалары сыйлыққа кенелді. Жергілікті әкімдік ең алдымен көп балалы отбасыға берді. Өрендерге Аяз ата мен Ақшақар киім-кешек, аяқ киім мен тәтті сыйлықтар үлестірді. Сүйікті кейіпкерлерін көрген балалардың төбесі көкке жетті. Балалардың барлығы мәз-мейрам, жаттаған тақпақтарын айтып берді. Қарандашы далаға, дала әппақ ақша қарша, талмен үйлер қалада жамылып та ақша тұр. Жетісу ауданы әкімдігі бұл бастаманы алғаш рет қолға алып отыр. Алдағы уақытта мұндай шараны дәстүрлі түрде өткізіп отырмақ. Жалпы Жетісу ауданы бойынша 165 сәтсіз отбасы бар. Соның ішінде 241 бала тіркелген. Ниетіміз бірде-бір баланы назарсыз